телеканалының хаберлер студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум ve шымдыкен дақаға бөлі малюмат. Бүгін Ахмеджетте чөплік айрылығы бойынша Зиманеви завод çalışып башлады. Комплекс Боғырча қасабасындан 500 метр ұзақлықта ерлешті. Бір елда 150 бенге яқын тонна қалымты ве ерлі сәкенлер үшін 200-ден зияде іш ері. Бірінші іш күні ақында Наджей Исаеваның левхаса. Пластик бір тарафқа демір, башқа тарафқа. Кағытлар үшінде айры контейнер. Мұна бойлы етіп тұрмыш қылымтылары конвейерге түшелер. Бұндан сон автоматика ве заводның қадимлері çalışып башлайлар. Олар мұнда тұрып бұтын ішіні контроль етелер. Әні сасы қайта işlemеге мүмкін олмаған қалымтыларны көзден қачырмамақ. Бірінші басамақта ән ері парчаларына айыралар. Сон чөплік екінші модульге келіп етем. Мұнда органик қылымтылары үшін чөплік сепараторы ерлешем. Конвейер автомат шекелінде чешет екінші кере қоланылған шейлерні жоқ етмеге имкан бере. Сон оны преске йоллайлар, ветерен шекелде қайта ішлейлер. Бұл топрақта көмілмек еріне. Бүгін заводның бірінші ресми іш күні, оның сонажы 200 ішчі тоналарнен чөплікнің қайта ішлейджеклер. Қадимлерінен эксіреті ерлі сакинлер. Марина Арсентьеваның сөздеріне көре қылымтылар меселесі чоқтан берлі кескін тұрайды. Вионың чезлігі үшін вақыт келді. Бұңа dayanmağa çare yok еді. Çöplük paketler sokaklarda uçaydı. Etrafta keskin, koklu tora ve yangınlar başlaydı. Şimdi zavod bizni kurtaracak deyip umut ettim. Bir saate 15 tonna xadimlerden son қылымтылар toplayıcılarga düşe andan preske yolanıla. Bunun yardımıyla қылымтыларның kalemi azlaşa. Мы используем в своей работе пресса. Бойлелікнен біз чөплікнің колеміні эксілтеміз. Қалымтылар пек енгіл ола. Чекісі жоқ, амма чоқ ер ала. Біз есе оны 4-5 кере сықып, машиналарнен чықарамыз. Bu машинадан енді айрылған чөплік анбарға келіп түшем. Комплекске пайтақтан ве Ахмеджетінің чевре четінен чөплік кетірілежек. Бір күнде тахмин 400 тоннаға яқын, ләкин станция трафтаки мұйтке зарар кетірмейжек. Заводның қавсызлығының тазықламақ үшін авада зарарлы мәділерінің мақсус газ анализатор өлчейжек. Түневін ақшам саат 7-ден башлап комплекстен 240 тоннадан зияде чөплік кечті. Қайт етмелікі, бір күнде шейір 400-ге яқын қалымты чықара. Заводны экология адлы милли леха çerçevesinde kurdular. Butun iş oldukça mükemmelleştirildi ve автомат şeklinde çalışan. Maşina çöplükni meydağa töke andan konveyer yardımının ayrılığı lentaga düşem. 2024 senegece yarım adada 5 çöplük ayırgan stansiya, 3 ekotexnopark ve kayta yükleyici stansiya kurulacak. Bular hepsi yarım adamızdan daha temizce etmege yardım edecek. Naджей Исаева, Асан Ибрагимов, Millet üçün. Қырым парламентінің президиумы Қырым Жұмхуриеті Девлет Шурасының 4-й сессиясы топлашуының күн мевзусыны таздықланды. Топлашув 2021 сенянан февраль 19 күніне тайынленді. Парламентарийлер, муниципаль мебуслар ве Жұмхурет елбасшысы сайлануы ақындаки қанунларға түзетівлеріні музакере етежеклер. Бала құқылары бойынша векелетлі инсан ве Девлет Шурасы мебусларының статусы ақында сессия топлашуында 2020 сене девамында президиумның фаалиеті ақында сабатыны таздықлақмаға теклиф етежек. Емді бүгінгі топлашувда мебуслар бұл сенеге иш планына музакере еттілер. Депутаты занимаются активно. Мебуслар волонтерлық ішінен фаал шекілде оғрашалар. Бұл іш толы шекілде девам еттірілежек. Екінші, шубесі спек мұйымы бұл Девлет Думаға сайлаулар кечірілуі. Бұл Жұмхуриет акимиетінің бұтын системасы үшін мұйым сияси имтианлардыр. Оңа біздің фаалиетімізде ве тешкіл етілуде диққат айырылажақ. Соң епсі мебуслар чешіт фырқаларының векілері оларақ бұл ішке фаал шекілде қошылажақлар. Бүгін Қырым Жұмхуриетінің құрыжылық ве мемарлық везері Михаил Храмов Сақ районын ве кезлевні зәрет етті. Зәретінің мақсады федераль мақсадлы программа черчевесінде құрылайатқан объектлеріні бақып чықмақ болды. Тешкірівінің нетижелері ақында бізім невбетті келіп қамызда. Сақта ялы кенарында құрыжылық толу шекілде алып барыла. Ишлер епісі басамақларда девам ете. Реконструкцияға 790 миллион рубле айрылған еді. Олардан 620-сы енді масраф етілді. Контракт бойынша құрыжылық елінің сонуна же екінленмек керек. Амма тыш қызметші ишлерні графиктен евел беджере. Техник перслерінен не олды? Әрше яқшы ма? Су, электрика әрше ерінде ма? Яғни язда мевсім башланмаздан евел ялы кенарыны ачачамыз. Бір суал қалды. Бұл лимитлер сол тарафқа атылуы.
Везірлікнің yolbaşçысы әмде кезлевде құрылған беден сағламлаштыру комплексіні зиярет етті. Объектні мартның 15-інде тапшырмаға планлаштыралар. Кезлев шерінде беден сағламлаштыру комплексінің құручылығы федераль мақсадлы программа бойынша алып барыла. Бюджеттен 90 миллион айырылды. Бүгінгі күнде тахминен 70 миллион масраф етілді. Объектнің азырлығы 90-92%. Тешкерівнің нәтижелеріні чықарған вақыт везір хабер етті ки, умумен вазиет яқшы, объектлер құрылмасы график бойынша, атта озувларнен алып барыла. Истисна беден сағламлаштыру комплексідір. Бұл объектте шымды епсі қарарлар алынды. Ағыр бір шей жоқ. Сымарышчыққа тыш қызметченен аңлашмақ керек. Бұл проектте ақ солынған бежерілмеген ішлер бойынша, амма олар құланып башланмақ үшін керек. Оларның ось-ара тіл тапыштылар. 2-3 hafta devamında her şey belli olacak ve aprel ayında biz объектні эксплуатацияға тапшырacağımız. Объектлерінің эксериетіні енді bu sene эксплуатацияға тапшырacaklar. Дауд Чахалов, Арсен Фукала, Миллет Ичун, Кезлев. Эндірім еле ратланмақ. Қырымда ечки туризм рақбетлі қазана ярмаданын отеллері мұсафірлерге чешіт акцияларына теклиф етелер. Бұнын бірабер көстірілген қызметлерінің кейфиеті ден ашмей. Шымда отеллерде насыл ендірімлер олған ақында Гүзел Мамбетова девам ете. Açık havada бассейн, спа комплекс, оңайтлы номерлер ve деңізінің дүлбер манзаралары. Бұлар әпсі отель мұсафірлеріне açıла. Шымды о ярыдан зияде толу. Ратланмаға істегенлер пек çok. Оларның арасында Владимир Максимкин. Отельні достарының тәвсиелері бойынша seçti. О seçimi ақында yazık сынмады. Условия номера, в принципе. Шараит, номерлер, фият ве кейфиет. Әр шей уйғун, қызмет көстеру. Mevsimler ara yarımadamızda ratlанув yazlıq ratlанувдан қалышмай. Yazda pek pahalıға түшкен yerleşu vastalarının ekseriyeti kışta bayağı ucuzlay. Gösterilgen hizmetlerinin keyfiyeti ise dengişmey. Скидки при длительном размещении. Девамлы вақытқа келгенде имтиязлар ола. Балаларнен яшамақ үшін шараит бар. Әмде сағламлаштыру ве яшарту тарифлері. Yarımadada şifahanelерінің ekseriyeті yıl 12 ay çalışa. Bu sağlıkны түзетмеге ve immunitetini қабилештірмеге imkan бере. Отеллерден бірінде қайт етелер ки, кечкен қышқа баққанда шымды мұсафірлерінің сайысы артты. На сегодняшний момент у нас действует. Бүгінгі күнде бізде мевсимара вақытқа 3 акция бар. Бұл ертеден бронь етілув, яни номерінің фиятындан 25% ендірім. Егер сіз 14 күнден зиядеге бронь етсеңіз, бұндан ғайры девамлы вақыт яшасаңыз. Яни 7 күнден зияде олса, 20% ендірім беріле. Қырымлыларға іч бір шартсыз 10%лық ендірім теклиф етіле. Галина Судина да онен қоланды, ватанында ратланмаға себе. Я не первый раз уже... Мен енді бұл отельде олған едім, пек бегенем. Озым Қырымда яшайым, дайма мында келеміз, чөнки акциялар яқшы. Ертеден бронь етілу фиатлар яқшы. Люкс номері бұл зенгінлік ве оңайтлық мұйтыдыр. Мында бұтын айленен ратланмақ мүмкін. Он, в принципе, размером. Бұл 50 квадрат метрдір. Көргеніңіз кібі о зоналарға бөлінген. Қырымның курорт ве туризм везірі Вадим Волченко айтқанына көре әр бір мевсімде ратланувны инкишаф еттірмек үшін ярымаданын имканлары пек бұйық. Кемер позициялар бойынша Қырым курортлары атта четел рақыплеріні еңелер. На данный момент, учитывая... Шымдықы вақыт эпидемиологик ве умумен иқтисади вазиетні көз огыне алып, ички туризм инкишаф еттірілігі үшін келечек пек яқшы олғаны қайт етеміз. Олар милли проекте ақс олынмақ керек. Шымды бұл шейлер ішлеп чықарыла. Бұл іште Қырымның курорт ве туризм везірлігі іштирақ ете. Пандемия ве сыңырланувларға бақмадан Қырымда ратланмаға істегенлер пек çok. Ерлешу васталары яз мевсіміне ендірімлер азырладылар. Қырым Русияде әртеден бронь етілу факциясы бойынша лидерлерден бірідір. Гүзел Мамбетова ве Виталий Голубев, Миллет Ичун, Алушта, Ялта. Русия Илимлер Академиясы археология институтының мутихасысларын Керман вадисінде қазма ішлер кечерелер. Алимлер миллиардтан сон 2-4 асырлар девіріне айт мезарына таптылар. Нетижеде насыл артефактлар тапылған ақында бізімлеп қамас.
Resmi şekilde Rusya Alimler Akademiyasının kazma işleri 2020 senenin oktyabr ayından beri alıp barıla. O vakittan evvel bu yerde kara kazıcılar çalışaydı. Tamam kanunsuz arkeologlar çoğusu kıymetli şeylerini alıp gittiler. Ekspedisiya rehberi Oleg Sharov aytkanına göre 350 mezardan tek 15'i bütün kaldı. Именно поэтому, я думаю, что... Tamam şu sebepten bu komplekste ziyalılar olması görünüp dura. Bu kadar baştan Kırım'ın hiçbir mezarlığında yok. 63 mezar var. Bu gerçekten de unikal yer. Ve bunlar hepsi milattan son 2. 3. 4. asırlar. Kadimi Roma devrinde İnkerman Vadisi'nde çeşit milletler yaşaydı. Kildere birinci mezarlığı tahminlerge göre Sarmatlarga ait. Bu millettan son 1. asırının başı. Bu vakit skiflerinin toprağına sarmatlar bastılar. Çaypacılar mezarını bozup 95%'ga boşatkanlarına bakmadan arkeologlar neyse meraklı şeylerini taptılar. Изначально еще когда... Bu mezarlıkны hesapka koyganda 2017 sene onun bütün yerinde biz 120'ge yakın çaypaf izlerini sayıp çıktık. Olar görünüp duraydı. Yani onların izlerini görmek kıyın degiledi. Kazma işler erkun alıp barıla. Olarını bu sene fevralinin sonunda yekimlenmege niyetleneler. Bizim televizyon takımımız artefaktlar tapılığının tarihi dakikalarını çekti. Иногда мы находим Kümerde biz saklanıp kalgan bütün nuskalarını tapamız. İlvanlar, bezekler parçaları ya da misal olarak bir savutlar mına senim yanımda olğanı gibi. Onun üstüne taşlar yıkılgan olsa gerek ve çaypacılar onu görmediler. Bugünkü günde kazma işler yerinde ilmi hadimler kadimi zamanda adamlar kullanılgan 1200 eşya taptılar. Bu Roma imperiyası devrine ait tunç kapikler, kızıl laklı savutlar, atlarını beraber yekmek için eskiden kalgan şeyler. Tapılgan nuskalar hepsi muzeylerge teslim edilecek. Alimler aytkanlarına göre çaypaf tahminin 2007 sene başlandı ve yakın vakitgacha devam etti. Arkeologlar öğrengen 232 mezardan tek 14'ü tayinlengen edi. Sefer Şukurova, Davut Çakhalov, Arsen Fukala, Millet için Ahyar. Yanat Avstraliya içkilleri, karlik koylar ve eki sığın. Ahmedjet'te hayvanat köşesine böyle hayvanlar koşuldu. Onlarının biri identifikasyonun keçi. Onlar hepsi yanattan gayrı hayvanat bakşasına çiftlerinin kelip yettiler. Bu hafta bizim mevzumuz. Balalar parkında hayvanat köşesine her gün aileler tabiatın yakınca tanış olmak istegenler bütün konantalarının keleler. Svetlana Yefremova'nı Ahmedjet hayvanat köşesine ilk sefer ana babası alıp kelgen edi. O vakit kızçık 4 yaşındaydı. Men hepsi yanı hayvanlarını pek beğendim. Mına biz küçükler yanında duramız. Onlar da yanı erkek ve ergaçım. Belki gelecekte onların da balaları olur. Hepsi hayvanlar maksus valyerlerde tutula. Her birinin öz menüsü var. Ot aşağanlarga pıçın, kombikorm ve sebzevat verirler. Yanatlar her şey yaşaylar. Onun için onlarını hem etnen hem de meyvanen aşatalar. Onlar konuşmakны pek sevgen hayvanlardır. Adamlarga sarılalar. Aşatkanlarını beğeniler. Televizyon takımımızını korka karşıladılar. Ama onlarını aşatkanlarını görüp öz korkularını yendiler. Hayvanat bahçesinin kadimleri aytalar ki, onlar için tavuk yumurtaları en lezzetli aştır. Sığınlardan ırgaçısı 1 yaşında, erkek 2 yaşında. Onlarını hayvanat kadimlerinden ve bizim televizyon grupamızdan gayrı da bir kimse görmedi. Hayvanat köşesinin bu kısmına ziyaretçiler için kırış yasak. Bizim hayvanat köşemizde her bir hayvan identifikasiya sistemasını geçiyor. Yani onlarga çipler takalar. Onlarını son maksus skanerlerinden okumak mümkün. Çoxusu hayvanlar kışlık yuvalarda bulunalar. Ama hava kızıp başlaganından onlarını kendi valyerlerge geçirecekler. Ve bundan son ziyaretçiler de hayvanlarının görüşebilirler. Edem Sadikov, Alim Seydaliyev, Arsen Samedinov, Millet için. Fevral ayında bayır kokusu Ahyar'da Balıklava rayonunda badem çiçek açıp başladı. Adiyatınca bu terek vişne, kayısı ve ereklerinin beraber güley ama bu sene tabiat bakşış hazırladı. Ratlancılar beyazlı gül perde ile örtülgen unikal kadrlarını oğune selfie çekmege aşıqalar. Yakın 3 gün devamında Yarmada'da sıcak hava hüküm sürecek.
Салу күню ананеви рубрикамызда біз сізні Миле телеканалының қадемлерінен таныш етеміз. Бүгін Фатиме Ягяева қында екәйе етеміз. О күню ярмаданы уяндыра ве телесерджелерге яқшы кейв бағышлай. Саба программасының алып барыжысы, биди музыкаль ве бала программаларының ойкен муарера. Біз оны эфирде көрмеге алыштық. Сабина Денеева кадр арқасы ең мерақлы шелер ақында тариф ете. Чалар саатның да уч сигналындан сон Фатиме Ягяева уяначақ, да біраз созылмаға вақыт. Сон күні олғаны кібі өзіні тәртіпке кетіре. Бір бардақ суф ічі үз түрбасыны кейіп күнешінің ilk шавлелерінен яны күнні қаршыламақ için yolға чыға. Saat 7 дегенде ойынды саба программасыны алып бара. Саба 5-те о гримханеде, фырчы, тон, консилер, мутихасысының эллерінде bu şeyler güzellik yaratув алетлеріне чевірле. Алып барачымыз көз өгінде дөніші. Тек сачларны топламақ, қала ве грим инжеліклеріні екілемек. Фатименің кейфі пек яқшы. Енді техник бөлікнің невбеті. Сес ташкіріле студияда камералар доғыртыла. Режиссер сценарийны тәнлештіре. Чөкімлерінің мұйын басамақлары. Хата қачырмақ мүмкін дегіл. Фатиме білет жанлы эфирде ершей доғыры ве вақытында олмалы. Саба программасының венді 5 жылдан берлі Фатиме Ягяеваның сабасы бөйле сөзлерінен башлана. Программа азырламақ қолай вазифе дегіл. Серджілер олачақ вақалар ақында малюмат алмаға истейлер. Файда кетірген тәфсиелер мирақлы дәлелер олмалы. Ама бұнен берабер малюмат еңгіл шекілде тағдым етілмесі шарт. Фатиме ве оның зенадашлары бұл вазифені яқшы бечерелер. Саба эфирлеріні алып бармақ үшін ең евеля өзішіні sevmek керектір. Чүнки сабадан уянмақ о қадар да қолай дегіл, ама өзішіні sevсен, бұны мемнуниет ве бұл қуванч иле япадян. Бұндан да ғайры, әлбетті ки өз сейірджіні sevmek керектір. Саба программасы üzerinde ondan ziyade адам çalışa. En azı ve umumen alganda ahyarda daha çok beklenili ne için? Çünkü tarihi vakıyaga көреп. Университеттен сон бірден телевизион алем. Фатиме бөле yolны seçkenіне ичбір сефер язықсынмады. Башында өзіні хаберлерде мұхбир оларақ сынап бақты. Sonra телеканалының беди бөлігіне авушты ве сон шеф муарир олды. Milli телеканалында çalışması bu en evvela öz halkının bağ kurmaktır ve elbette ki onların sığ bağda bulunmaktır. Çünkü elbette ki biz halkımız için, Kırım için çalışamız ve şu cümleden halkının birlikte olmak bizler için ve men için gayet mesuliyetlidir ve gereklidir. Саба программасының алып барыжысы olğanından берли yaşayış tarzını bütünley dönüştürmek gerek oldu. Birinci canlı yayınını tebessüm ile hatırlay. Böyle bir meraklı bir şeydi, yani men canlı çıkışında, ilk kere canlı çıkışında efirde men oturam ve rejissör dey stop, öyle kelişmeyi gayrıdan yazamız. Men toxtatam, özümnü sonra ise anlayım bu canlı efir ve mında gayrıdan yazmak çare olmaz ve devam eteyim ve bu men için güzel bir ders oldu. Efirge çıkacak metin ve levhalarının teşkirülüvü iş ceryanının planını tizmek. Bular hepsi Fatime'nin vazifeleridir. Bundan gayrı OMD Krımskaya Semya adlı programmanın alıp baracısı. Hafta devamında sabaherte 5 efir. Yorgunluğunun zerresi bile duyulmay. Bir televizyoncunun işinde 1%. Bu istidat olsa bile 99% bu emekseverliktir degen fikirde zinadaşım Fatime. Ayşe Şulakova, Sabina Денеева, Азиз Неметулаев, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Шымдaki dakikaga bu haberlerinin hepsi de gelecek yayınımızdan kaçırmanız.